Нағыз той ашы өзбек ұлтының дәстүрлі ұлттық тағамы. Үнемі тойларда дайындалатын той палауын бірге дайындайық. Алдымен қызып тұрған майда құйрық майларды осылай қызартып қорып алып қоямыз. Артынша сол майға етті қорып қызартамыз және пиязды да салып қызарғаннан соң сәбізді салып 1-2 араластырып, жібітілген ноғат және суымызды қойып, палаудың тұзы мен зіресін дұрыстап салып аламыз. Баяу отта 1-1,5 сағат қайнатамыз. Арнайы палауға арналған мейізін де дәл осылай үстінен салып, баяу отта 1,5 сағат қайнап болғаннан соң отын жоғарылатамыз және жібітілген күріштерімізді салып, толықтай су осылай тартылғаннан соң беткі жағын ғана 1-2 араластырамыз және төменгі отқа қойып, бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырып пісіреміз. Бұл палауға мен лазер күрішін қолдандым. Өзіңіз ұнатқан кез келген күріш түрін пайдаланамын десеңіз, алдын ала 1 сағатқа салқын суда жібітіп алған дұрыс. Сол кезде палаудағы күріштер біркелкі болып пісіп шығатын болады. Мінекей нағыз той ашымыз дайын болды. Видеоны палауды сағынып жүрген жақыныңызға жіберуді ұмытпаңыз. Айран қосып жасалатын қарапайым әрі өте оңай, үлкен отбасыларға арналған пирог рецептін бөлісемін. Ең алдымен бөлме жылуында тұрған 6 жұмыртқаға қантты салып, жақсылап шайқаймыз. Жұмыртқа дәл осылай аппақ болғаннан соң үстінен айран және сұйық майды салып, тағы да бір шайқаймыз. Мөлшерде көрсетілген ұн мен қопсытқышты салып, тағы да шайқап, қалауыңызға қарай жанға қосып жіберсеңіздер болады. Алдын ала протеинді майлап, не болмаса пергамент төсеп алсаңыздар болады. Ал менде жабыспайтын түрі болғандықтан бірден өзіне құйып алдым. Енді үстінен тағы да жаңғақ сеуіп, қызып тұрған пеште 150-160 градуста 40 минуттай беті қызарғанға дейін бетін ашпай пісіреміз. Таңғы асқа не болмаса тамақтан соң шайға ұсынсаңыздар өте керемет шаймен үйлесімді пирог. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецепті жоғалтып алмас үшін сақтау мақсатында бір жақыныңызға жіберіп қойыңыз. Балаларыма үнемі дәл осы дүкеннің печеньесін сатып алып беретінмін. Маргарин бар жоғын білмеймін құрамында, бірақ дәмі өте дәмді болғасын өзімде қосылып жеп алатынмын. Кеше инстаграмнан дәл осы печеньенің рецептін көріп қалып, бірден жасауға кірістім. Әрине ешқандай зиянды қоспаларсыз. Ең алдымен бөлме жылуында тұрған жұмыртқаны шекермен бірге көпіршіктеп аламыз. Бөлме жылуында болған жұмыртқалар дәл осылай 3 есеге ұлғайып аппақ болып көпіршіктенеді. Аздаған тұз және 1 шай қасықта қопсытқыш салып, үстінен ерітіп алынған сары май салдым. Мен көрген инстаграмдағы рецепте сұйық май салған болатын, бірақ мен сары майға ауыстырып жасадым. 20% сметананың үстінен қасықтың ұшында ғана ас содасын салып, араластырып шайқаймыз. Ешқандай да соданың иісі шықпайды, уайымдамай жасай берсеңіздер болады. Сметанамызды да дәл осы көпіршіктенген жұмыртқамызға араластырып, үстінен ұнын саламыз. Төменде барлығын мөлшерін толықтай жазып қалдырдым. Сол мөлшермен дайындасаңыздар, ойдағыдай болып шығады. Қамыр өте қолға жабысқақ болады. Мен перчаткеде дайындап жатқандықтан сіздерге білініп тұрған жоқ. Холодильникке 1 сағатқа салып алсаңыздар, жасауға ыңғайлы болады. Қамыры қолға қаншалықты жабысқақ болса, печенье де дәл солай жұмсақ болып шығады. Бетін сәндеу үшін жұмыртқаның сарысы және пісте дәндерімен сәндеп алдым. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Құрамына ешқандай маргарин және сұйық майсыз дәл осындай печенье түрлерін балаларыңызға жасап беріңіздер. Пайдалы болған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ауызда еритіндей пирожки дайындаймыз. Алдымен ыстық сүтпен суымызды араластырып, үстінен тұз, ашытқы, шекер, сары май және 1 жұмыртқаны салып, жақсылап шайқаймыз. Мөлшердегі ұнды да салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Бетін жауып 1 сағаттай жылы жерде қалдырған соң көтеріліп шыққан қамырымызды қолымызда аздаған май жағып дәл осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Салмасына жұмсақ қайнатылған картоп және қуырылған пиязға аздаған сары май салып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Қамырымыздың ортасына салмасын салып, жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп түйіп алғаннан соң және 30 минутқа бірден майға салмай тындырып қоямыз. Көтеріліп шыққаннан соң майға салсаңыздар жауып жұмсақ болып пісетін болады. Және міндетті түрде бетін жауып тындыру қажет. Пирожкилардың формасын өз қалауларыңызға қарай дайындап, төменгі отта қызып тұрған майда қызарғанша толықтай пісіріп аламыз. Сырты пісіп, іші піспей қалмас үшін майды төменгі отта қыздыру қажет. Пирожкиді қатты жақсы көретін жақыныңызға бұл видеоны жіберуді ұмытпаңыз. Бұл цезарь салатының ерекше дәмі бар. Ол сіз білетін ресторандардағы цезарь. Мұнда сіз білмейтін құпияны бөлсемін. Алдымен қытырлақ сухариктер дайындаймыз. Нанымызды 4 бұрыштап кесіп, 1 тіс сарымсақты еземіз, сұйық майды себеміз, жақсылап араластырамыз, қызып тұрған пешке салып қызартамыз. Тауықтың төсетін ірілеп тұрап тұз, қара бұрыш, паприка сеуіп, қызып тұрған майда жақсылап толықтай пісіреміз. Енді барлығын 4 бұрыштап тураймыз. Черри помидорын және жұмыртқаны 2-ге бөліп, барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Салатқа қажетті дәмді соус береді. Құпиясы да осында. Бұл ерекше дәмді тек
қана Махеевтің цезарь соустарынан табасыз. Ал пармезан ірімшіктерінсіз цезарь салатын елестету мүмкін емес. Самса қатпарлы болу үшін оның қамырын қалай дайындаған дұрыс деп ойлайсыздар? Өзім дайындайтын самсаның рецептімен бөліссем, 3 шай кеседе салқын суға тұз және ұн салып, орташа қатты қамыр дайындаймын. Самсаның қатпары көбірек болу үшін қамырды 3-ке бөліп, оңай жайылуы үшін 20 минутқа бетін жауып тындырамын. Қамырларды аса қатты жұқа емес, ет асқандағы қамырдан кішкене қалыңдау етіп жайып алып, толықтай емес жартылай ерітіп алынған сары майды осылай 3-4 қасықтан құйып, жақсылап жағып шығамын. Қамырдың бетіндегі сары май осылай қатып алғаннан соң, екінші қамырды да жайып, үстінен орналастырып, дәл солай сары май жағамыз және үшінші қамырды да орналастырып, дәл осы көріністен нығыздап орап, холодильникке 2 сағатқа қалдырамыз. Қамырдың арасына сары майды аса қатты көп жақпаңыздар. Сары майы көп болса, жаю барысында өте ыңғайсыз болады. Сары майлары артық жағылып, қиындық тудырады. Ал жаю барысында ортасынан шетіне қарай жайсаңыздар, қатпарлары молынан әдемі болып шығады. Самсаның салмасына картоп, пияз және орташа майлы ет салып түйіп алдым және үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 40 минуттай қызартып пісіріп алдым. Біресе духовкам жоқ, біресе дұрыс шықпайды деген сылтауыңыз енді өтпейді. Себебі 20 минутта ешқандай пешсіз дайындалатын котлет рецептімен бөлістім. Ендеше тартылған етке ұсақталған пияз, жібітілген нан, бір жұмыртқа және нан талғанын салып, өзіңіз ұнатқан дәмдегіш түрлерін салып алсаңыз болады. Ендеше үстінен тұз, қара бұрыш, паприка және езілген сарымсақты салып, жақсылап қолымызбен мыжып араластырамыз және дәл осылай форма беріп аламыз. Қызып тұрған қазанға аздаған май құйып, котлеттерімізді теріп, жоғары отта қызартамыз. Котлеттеріміз жұп-жұмсақ болу үшін бөлек ыдысқа аздаған су және томат пастасымен тұз салып, жақсылап араластырамыз және барлық котлеттерді қазанға теріп, дәл осылай үстінен соусымызды құямыз және ең төменгі отта бетін жауып бұқтырып 20 минуттай пісіріп аламыз. Пеште пісіп шыққан котлетке қарағанда дәл осы қазанда дайындалған котлет бізге өте қатты ұнады. Котлеттердің езілмей шығуының тағы бір себебі ол еттің дұрыс таңдалуында. Өте қатты майлы тартылған ет те езіліп кетуіне себеп болады. Ал етіміз бір-біріне жақсы бірігіп пісіп шығу үшін етті мясорубканың өте ұсақ пышағында өткізіп алған дұрыс. Грильде піскен ерекше салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецепттер бөлісемін. Тауықтың төс етін жұқалап осылай пластинка етіп тұрап, ыдысқа саламыз. Тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап араластырып мариновка жасап қоямыз. Орташа көлемді бір баклажан және кәдені дәл осы көріністе жұқа етіп тұраймыз. Орташа жұқа етіп тұрасаңыздар, пісуге де оңай болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап бұны да араластырып қоямыз. Орташа көлемді қызыл болгар бұрышын да дәл осы көрсетілгендей етіп ірілеп турап аламыз. Енді арнайы гриль сковородкада дәл осылай тауықтың төс еттерін қызартырып қорып аламыз. Пісіп шыққаннан соң дәл сол майға қызыл болгар бұрышымызды салып, жартылай шала қорып аламыз. Ең соңында дәл осы майға кәде мен баклажанды екі жағын қызартырып қорып алғаннан соң бөлек ыдысқа барлығын жинаймыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін сарымсақ, помидор және шпинат салып, соусымызды үстінен құйып аламыз. Ал соусқа келсек, 2 ас қасық терияки соус, 1 ас қасық соевый соус және сұйық майды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл ерекше дәмді салаттың рецептін жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыз. Картоп пен етті дәл осылай қорып көріңіз. Алдымен қызып тұрған майда еттерімізді қызарттырып қорып аламыз. Әрбір тағамыңыз ерекше дәмді болғанын қаласаңыз, дәл осы Чингистан дәмдеуіштерін міндетті түрде қолданып көріңіздер. Бастысы халал және ешқандай зиянды қоспаларсыз. Етімізге 1 ас қасықтан салып, дәміне қарай тұз және етке керемет үйлесімді орегано қосып алдым. Еттеріміз жұп-жұмсақ болу үшін аздаған су құйып, баяу отта жарты сағат бұқтырамыз. Енді ірілеп туралған картоптарымыздың үстінен де дәл осы дәмдеуіштен салып, дәміне қарай тұз және май құйып қызып тұрған пеште 30 минут қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Баяу отта балқып, жұп-жұмсақ болып піскен бұл ет пен картопты дәмін көргендер де арманда, көрмегендер де арманда. Құйылмалы пирогты ұнатпай жүрген жандар дәл осы рецептпен әзірлеп рет дәмін көріңіздер. Алдымен көрсетілген мөлшердегі ұнға сары май, жұмыртқа, қаймақ, шекер, қопсытқыш салып, жақсылап араластырып жұп-жұмсақ қамырды қалыбымызға жайғастырып аламыз. Енді салмасына 9% ірімшікке, жұмыртқа, қойылтылған сүт, кукуруза крахмалды салып, жақсылап блендермен езіп, қалыбымызға құйып аламыз. Пирогтың бетіне қалаған езбе түрінен салып алсаңыз болады. Ал мен ұзатылған малинаны дәл осылай құйып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз және суыған соң барып кесіп дастарханға ұсынамыз. Суымай жатып кесетін болсаңыздар, ортасы жұмсақ болып қалуы мүмкін. Ал мен сіздерге жарты сағаттан соң кесіп көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай формасын өте жақсы ұстап тұр. Ал дәмі тіптен керемет.
Жазғы дәрумендерге бай өте дәмді салатты бірге дайындайық. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлісемін. Ұзынша етіп туралған қызыл және көк болгар бұрышы, помидор және қиярды да дәл солай көлемде турап, қайнатып су толған және турап алынған етімізді, көкөністерді және сарымсақты езіп саламыз. Енді үстіне дәмдеуіштерден кориандр, қара бұрыш, 2 ас қасық паприка және тәбетіңізге қарай тұз және кристалды тұз салсаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңызға қарай. Жоғары отта қыздырып алған майымызды бірден дәмдеуіштердің үстіне осылай құйып шығамыз. Майды қыздырып қойған себебі дәмдеуіштер одан әрі салатымызда ерекше дәм беретін болады. Енді 2 ас қасық соя және 1 шай қасықта сірке суын қосып, жақсылап араластырамыз және салатымызды дастарханға ұсынамыз. Бұл тағамның басты ингредиенті көбіміздің ас үйімізден сирек кездеседі, бірақ дәмі тіл үйіретіндей. Ал дайындау тіптен оңай. Қазанға сүйекті еттерімізді салып, сумен бірге бір қайнатамыз және ол суды төгіп тастап, таза су құямыз. Үстінен туралған пияз, дәміне қарай тұз, лавр жапырағы, помидор және жібітілген ноқат саламыз. Ірілеп туралған сәбізді де салып, отқа қойып қайнатамыз. Артық көбіктерін алып тастап, өзіңіз ұнатқан сорпаға арналған дәмдеуіш түрінен салып, 2 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Тамағымыз дайын болуына 20 минуттай қалғанда картобы мен болгар бұрышын салып, баяу отта қайнатып, пісіп шыққаннан соң дастарханға сәндеп ұсынамыз. Міндетті түрде дәл осы сорпаны әзірлеп көріңіздер. Дәмі ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Корей халқының жұмсақ бигуди тамағын әзірлейміз. Қол күймейтіндей жылы суға, не болмаса сүтке, тұз, ашытқы, сұйық май және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр әзірлеп, жылы жерге алып қойып, бірден начинкасын дайындауға кірісеміз. Тартылған етті жартылай қорып, үстінен соя тұздығы және пиязды салып, артынша тұз, кориандр салып, ұсақталған қырыққабат және қалауыңызға қарай құйрық май салып, 5 минуттай қорсаңыздар жеткілікті. Көтеріліп шыққан қамырларымызды домалақ бөлшектерге бөліп алып, дайындап алған начинкамызды дәл осылай жайып алынған қамырымыздың ортасына салып, әдемілеп түйіп аламыз. Қамырлары көтеріліп мақтадан да жұмсақ болу үшін міндетті түрде мантываркаға терілген бигудиларды жарты сағатқа жылы жерде бетін жауып қалдыру қажет. Содан соң ғана қайнап тұрған пардың үстіне қойып 40 минуттай пісіріп аламыз. Үлпілсек бигудиларымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Алмаған лайктарыңызды аямай кетіңіздер.